Барлығына сәлем. Бүгін осындай құймақ жасайтын боламыз. Бұл құймақ жұқа, әрі ешқандай содамен разрыхтетілсіз, ортасында тесіктері пайда болатын өрнекті құймақтар. Бұл құймақтың жасалуы тез, әрі оңай, әрі сізде міндетті түрде шығады деп ойлаймын. 4 жұмыртқамызға кішкене тұз саламыз, қант саламыз, сұйық құйып, үшеуін араластырамыз. Қанты еру керек. Одан кейін граммен өлшегенде 500 грамм сүтті құйып араластырамыз. Үстіне ситадан ұнымызды сеуіп шығамыз. Ұнды араластырып жатқан кезде ұнды жақсылап араластырыңыз, дара түйме болып қалмасын ортасында. Алдын ала қайнатылған суымызды құйып отырып араластырамыз. Неке тығыздығы осындай сұйық болып шығады. Және де қызған табамызға кішкене ғана сұйық майымызды жағамыз. Сұйық майды көп жақпауымыз керек. Жақсы қызып тұрған табамызға бір ожау құймағымызды құямыз. Неке осындай өрнектер шықты. Бұл өрнек, яғни екі жағдайда жақсы шығады. Егер де сұйық майды көп жақпасаңыз, және де астындағы қызып тұрған газ жақсы жанып тұрса. Дайын болған құймақтардың үстіне қақпақпен жауып отырамыз, сонда құймақтарымыз жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Дәл осы рецептпен жасап көрсеңіз, сіздің құймақтарыңыз міндетті түрде шығады. Дәл осы рецептпен 20-ға жуық құймақ шықты. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңыз. Сау болыңыз.